Баршаңызға сәлем. Назарларыңызға психологиялық тест. Дәл қазір сізді не мазалайды? Мына берілген шимайлардың ішінен кез келген өзіңізге ұнаған біреуін таңдап алыңыз. Сонымен бірінші айқұш-ұйқыш торкөздер. Егер де осы суретті таңдасаңыз, онда сіз іштей маңыздылық жағынан бірдей, бірақ бір-біріне мүлдем қарама-қайшы екі нәрсе мазалайды. Екеуі тіпті сізді екі жаққа қарай тартады. Екеуінде қалайсыз, бірақ сізге таңдау жасауда оңайға соқпайды. Өйткені екеуі де бірдей маңызды. Біреуін ғана таңдау мүмкін емес, өйткені екеуі мүлде екі жақта жатыр. Қайсысын таңдайтыныңызды білмей, екі ортада әуре сарсаңға түсіп жүрген жайыңыз бар. Екінші иректенген спираль. Егер де осыны таңдасаңыз, онда қазіргі сәтте өзіңізді қоярға жер таппай жүрген жайыңыз бар. Жаныңыз қалаған тыныштықты қанша іздесеңіз де, өткен шағыңызда болған оқиғалармен әлі де іштей келісе алмай дал болудасыз. Өзіңізді жалғыз қалғандай қорғансыз сезінесіз. Бірақ соған қарамастан өз бақытыңыз үшін күресті жалғастырып келесіз. Бұның өзі өте құптарлығыз. Бағытыңыз дұрыс, алайда өзіңіз қалағандай жан тыныштығына жету үшін сізге әлі бір шама уақыт қажет. Үшінші үзік айқыш-ұйқыш сызықтар. Дәл қазіргі сәтте өмірдің бұралаң жолдарымен кетіп бара жатқандай сезімдерді бастан кешірудесіз. Бәлкім отбасыңызда, не қызмет орныңызда біреумен ат құйрығын кесіскен жағдай орын алды. Үздік сызықтар сондай-ақ сіздің барлық нәрсені қайта қалпына келтіруге тырысатындығыңыздың, алайда соның ретін таппай жүргеніңізді білдіреді. Төртінші еркін өрнектер. Ой санаңыз шығармашылық потенциалыңызды көрсетудің жолдарын қарастыруда. Шығармашылықтың алауы жүрегіңізде маздап тұрғанымен, ол әлі сіздің басыңыздың ішінде ғана болғандықтан сізді күйдіріп, өртеп, азаптай береді. Сол себепті шығармашылық шабытыңызды өз арнасына бұрыңыз, бар энергияңызды соған арнаңыз. Олай болмаған жағдайда өз түбіңізге өзіңіз жетесіз. Бесінші шимайланған шеңберлер. Сіздің өміріңізде тығырыққа тірелгендей күй кешіп, терең кризисті бастан кешіп жүргеніңізді білдіреді. Бәлкім өміріңізде қандай да бір жағымсыз жағдайлардың салдарынан қиындықтарға ұшыраған боларсыз. Әйтеуір өмірден түңілген, шаршаған, жалыққан адам ретінде сезінесіз өзіңізді. Мазалаған ойларыңызды тез арада жақын досыңызбен бөлісіңіз. Іште сақтағаннан еш пайда жоқ. Проблемалардың барлығын ашық айтуыңыз керек. Ұзақ уақыт бойы өзіңізге келе алмай, күйзелістік жағдайға душар болу қаупі туындап тұр. Сол себепті досыңыздан көмек сұрағаныңыз дұрыс болады. Егер досыңыздың тарапынан қолдау тауып жатсаңыз, нұр үстіне нұр. Алтыншы тоқылған өрмек тәрізді төртбұрыштар. Өміріңізде ретсіздік орын алған тәрізді. Бәрін бір жерге жинақтауға, ретке келтіруге тырысып ақ жүрсіз. Кейбір нәрселер тіпті сіздің уысыңыздан шығып бара жатқандай болуы сізді мазалайды. Таңдаған өрнегіңіз сіздің барлық жеке бөлшектерді біріктіргіңіз келетінін білдіреді. Өміріңіздің жекелеген бөліктері сізге шашылып қалғандай болып сезіледі. Соны жинаймын, реттеймін деп жанталасқан күй кешіп жүрсіз. Жетінші сызықтары түзу салынған спираль. Бұл суретті таңдауыңыз сіздің жан тыныштығының қалайтыныңызды, ішкі әлеміңіздің үйлесімін табуға тырысатындығыңызды білдіреді. Өзіңізді бар қалпыңызбен қабылдауға, жақсы көруге тырысып жүрсіз, бірақ аздап өзіңізге үйреншіксіз болғандықтан адасып жүргендей күйде боласыз. Спираль сіздің ортаға қарай, яғни өз меніңізге қарай бағытталғаныңызды, өзіңізді табуға тырысатындығыңызды білдіреді. Яғни барлық артықшылықтарыңызбен кемшіліктеріңізбен қоса өзіңізді қабылдауға тырысатындығыңызды көрсетеді. Бір нәрсеге қол жеткізуді қалайсыз, алайда ол үшін алдымен өзіңізді толық қабылдап алуыңыз тиіс. Сегізінші шимайланған тік сызықтар. Өміріңіздегі күрт өзгерістерден шаршаған сыңайлысыз. Бірде үрлеп, бірде құлап, алға басқан әр қадамыңыз екі қадам артқа кетіп, әбден зықыңыз шығып жүрген жайыңыз бар. Бұл сәтсіздіктеріңіздің сізге зиянын тигізері әбден мүмкін. Үміт пен күдік араласқан сезімдер тіпті сіздің түнгі ұйқыңызды да қашырған. Жеңіске лайық екеніңізді білесіз, бірақ енді жете берем дегенде уысыңыздан шығып кете береді. Үмітіңізді жоғалтпаңыз, алға қарай қимылдай беруді тоқтатпаңыз. Жеңіс ақыр түбі сіздікі болады. Сонымен сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Бізге тіркеліп, лайк басып,
пікір бөлімде бөлісе отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.